бір қап бір саптан шыққандарың, бір ата анадан туғандарың, өзіңнің ағаң, өзіңнің інің, өзіңнің әпкең, өзіңнің қарындасың. Егер қазір бір жерден бір атақ даңқы шыққан абыройлы біреу келе жатса, сөйтіп ол сіздің үйіңізге қонаққа түсем десе, сіз қалай жайылып қаласыз? Ой, шулап қаламыз, дұрыс, азық түлік аламыз, малымызды соямыз, бүкіл төрге отырғызамыз, ой, көке. Соны күтеміз. Бірақ сіз өзіңіз бір сәт ойланып қараңызшы, өзіңіздің бір әке-шешеден туған ағаңызға қашан арнайы ешқандай себепсіз, ана біреулерді қонаққа шақырып жатқанда, пәленшені де шақыр, ішінде болсын деген емес. Себепсізден себепсіз соған арнап жаңағы бір көкеңізді, абыройлы біреуді күткендей малыңызды сойып, төріңізге шығарып, астына түсіп, қашан күттіңіз? Соңғы рет ойланыңызшы бір сәт. Қашан өзіңіздің бауырыңызды құрметтеп, іші ініңізге ізет көрсетіп, қашан сіз, немесе кеше сізді дүниеге келгенде қуанып, әлпештеп, алақанына салып бапқан әпкеңізді, қашан тек қана соған бір малдың басын арнап, үйіңізге бала шағасымен қонаққа шақырып, сый-сияпат беріп, орамал тонын беріп жібердіңіз? Ал ертең өмірден өткен кезіңізде аға өлсе, соның денесін, мәйітін жууға іні түседі. Сіздің жаңағы көшеден келген авторитеттеріңіз, абыройлы, асқақтаған адамдар түспейді сіздің мәйітіңізге. Сіздің қиналған кезде шығып кеткен дәретіңізді олар жумайды. Іні жуады. Іні өлсе, аға жуады сізді. Неге бүгін оны құрметтеп төріңізге шығарып, бір малдың басын беріп күтуге жарамай ма сол ағаңыз? Қабірге көтеріп апара жатқан кезде, елдің қолы талған кезде белі үзілсе де, аға өлсе, іні көтеріп апарады қабірге. Іні өлсе, аға көтеріп апарады. Тар қабірдің ішіне талай адамның жүрегі дауламай тұрған кезде, үстім шаң болады, топырақ боп қалармын деген кезде, ана қабірдің ішін көруге секіріп түсетін кім? Асыңызды оғап қойып, кебініңізді шешіп жайғастыратын кім? Бір әке-шешеден туған сіздің ағаңыз немесе ініңіз. Өзге адам түспейді ол кезде қабірге. Неге сіз бүгін ол адамды сыйламайсыз? Неге бүгін үйіңізге жайып, оны қонақ қылмайсыз? Неге сіз оның бір айтқан қандайда сөздеріне өкпелеп араласпай кеткенсіз омен? Неге? Қандай сіздің хақыңыз бар Құдай таңдап берген туысыңызбен араласпайтын? Сізде таңдау болған жоқ қой. Баяғыда бір аға мен іні болған екен. Інісі әлі семья құрмаған, бала шағасы жоқ. Ағасының бала шағасы бар, семьясы бар. Сол үйде інісі тұрады екен. Бірақ екеуінің де өзінің алдына жасайтын кәсіптері бар. Екеуінің де үлкен бір қоймалары бар, егіншілігі бар, азығы бар, диқаншылығы бар. Бір күні інісіне мынандай ой келеді. Әй, осы мен дейді, неге мынау ағамның мойнына асылып алып отырмын? Бұның болса бала шағасы бар, бұның болса әйелі бар, ал мен болсам бір жағынан осы үйде жүрмін, бір жәрдемімді қылайыншы дейді. Сөйтіп ана өзінің қоймасынан бір қап бидайды алып, ағасының қоймасына апарып қояды екен. Менің кішкентай болса да үлесім осы, ағама бір жәрдемім болып тұрсыншы деп, бір қап бидайды ағасының қоймасына апарып қояды екен. Сөйтіп ағасы отырып ойланады екен. Әй, мынау інім жүр артымнан ерген. Әке-шешем болса өмірден өтіп кеткен. Енді қайтып маған біреу іні туып бермейді. Кім маған інін тауып береді? Осы ініме менің бір қолғабысым болсын деп, күнде өзінің қоймасынан бір қап бидайды алып, інісінің қоймасына апарып тастайды екен. Інісі өзінің қоймасынан алып, ағасының қоймасына апарып тастайды екен. Ағама бір кішкентай жәрдемім болсын деп. Мынау Рамазан айында болып жатқан іс екен. Рамазан айы бітеді, қарайды, күнде қоймасына келіп қарайды, анау күнде апарып атса да бір қаптан. Қойма сол қалпында тұр, ештеңке ортаймаған. Сөйтіп екеуі бір күні түнде жолда кездесіп қалады ғой, бір қап бидаймен. Ей, қайда кетіп бара жатсың дейді. Ағасы айтады. Аға, енді бір осындай бір жақсылық жасайын деп, күнде осындай бір қоймамнан алып, сіздің бала шағаңыз бар, отбасыңыз бар, мен сіздің мойныңызға масыл болып ілініп қалмайын деп, бір қап бидайды сіздің қоймаңызға апарып жүріп едім десе, ағасы күледі дейді. Әкемнен қалған, анамнан қалған тұяғымсың ғой сен менің. Енді біздің әке-шешеміз кетті, маған ініні кім тауып береді? Осы қолғабысым саған болсын деп, осы күнде түнделетіп сенің қоймаңа бір қап бидайды мен де апарып жүріп едім деп айтады. Мына ағайынның арасындағы сыйластық осындай болу керек. Біздің қазақта айтады, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп дейді.